балалар. Мен номері 20-шы Зейнолла Шүкіров атындағы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Жанат Аңсыбаева. Бүгінгі сабағымыз 7-ші сыныптың қазақ тілі пәні бойынша сүйіспеншілік пен достық бөліміндегі жаман жолдас деп аталатын жаңа тақырыпқа байланысты болады. Оқу мақсаты проблемалық сұрақтарға тыңдалған мәтіннен деректер келтіре отырып, дәлелді жауап беру, өз жауабын өзгенің жауабымен салыстыру, етістіктің есімше, көсемше, түйгестік түрлерін қолдану. Сабақ нәтижесінде сұрақтарға мәтіннен деректер келтіріп, дәлелді жауап беріп, өзгенің жауабымен өз жауабымызды салыстырамыз. Есімше, көсемше, түйгестіктерді анықтап, жазылым барысында қолданатын боламыз. Балалар, енді тыңдалым мәтініне назар аударыңдар. Балалар, бүгін мен сендерге екі дос пен аю жайындағы хикаяны айтып берем. Бір күні екі дос орманда ойнап келе жатса, күтпеген жерден алдарынан бір үлкен аю шыға келеді. Сол кезде біреуі досын тастап, қаша жөнеліп, биік ағашқа өрмелеп, жасырынып қалады. Ал екінші жігіт қорыққаны соншалық, не істерін білмей, сол жерде қалып қояды. Алайда оған бір жақсы ой келеді. Егер мен өлген адам сияқты жерге демалмай жата қалсам, бәлкім құтылып кетермін деп жерге жата қалады. Аю қорбаңдап келіп, оны искелей бастағанда, демін жұтып, демалмай жата береді. Көп ұзамай аю кеткен соң, ағашқа өрмелеп кеткен досы төмен түсіп, досының қасына келеді. Әй, аю сенің құлағыңа не деп сыбырлады деп сұрайды. Сонда көңілі қалған досы, аю менің құлағыма досына қауіп қатер төніп тұрғанда, қашып кеткен адамдардан сақтану керектігін айтты деген екен. Жақсы балалар, мәтінді мұқият тыңдасақ, лақтырылған сұрақтарды қағып алыңдар. Қағып алған сұрақтарға мәтіннен деректер келтіре отырып, дәлелді жауап беріңдер. Бірінші сұрақ. Мәтінде не туралы баяндалған? Әлсіз кісінің орнында болсаңдар, не істер едіңдер? Жарайсыңдар балалар. Енді өз жауаптарыңды болжалды жауаппен салыстырыңдар. Бұл мәтінде қиын жағдайда қалған достар әрекеті баяндалған. Қиын кезде қолдау көрсетпей, қара басының қамын ойлаған досына наразы болған дос көңілі суреттеледі. Егер мен әлсіз кісінің орнында болсам, дос деп санаған жолдасыма жасаған әрекетінің дұрыс еместігін айтып, достық көңілге сызат түсірмеуін өтінер едім. Өз жауаптарымды салыстырды деген ойдамын. Енді келесі сұрақты қағып алыңдар. Осы оқиғада өзіңді толғандырған қандай мәселе болды? Ол мәселені қалай шешуге болады деп ойлайсың? Жарайсыңдар балалар. Енді өз жауаптарыңды болжалды жауаппен салыстырыңдар. Досының әлсіздігін біле тұра, жалғыз тастап кеткендігі мені қатты толғандырды. Қиын кезде көмек көрсету әр адамның парызы. Жолдасын тастаған жолда қалар дегендей, досын сыйламаған жандардың қадірі болмайтынын біліп, досынан кешірім сұраған дұрыс деп ойлаймын. Өз жауаптарыңды салыстырды деген ойдамын. Келесі сұрақты лақтырамын. Қиын кезде досын тастап кеткен кісі дос деген атқа лайық деп ойлайсың ба? Неліктен? Жарайсыңдар балалар. Енді өз жауаптарыңды болжалды жауаппен салыстырыңдар. Әрине, лайық деп ойламаймын. Досына жақсылық жасамаған жаннан құрмет күтуге болмайды. Екі жүзді адамның жау болғанынан
дос болғаны қауіпті деген халық даналығы бар. Мұндай адамдардан жұрт бойына аулақ ұстауға тырысады. Өз жауаптарыңды салыстырды деген ойдамын. Келесі сұрақты қағып алыңдар. Қойылған сұраққа мақсат былай деп жауап беріпті. Егер мен ағаштың басына өрмелеп шықпағанда, екеуміз де аюға жем болар едік. Мен ағашқа шығып кеткен соң, екеуміз де аман қалдық. Өз жауабыңды досыңның жауабымен салыстыр. Жарайсыңдар балалар, өз жауаптарыңды сендер де салыстырдыңдар деген ойдамын. Балалар, бүгінгі сабақ барысында біз есте сақтайтын мынадай ұғымдар болады. Экранға назар аударыңыздар. Көсемше, негізгі қимыл, амалды білдіріп, кейде сол амалды айқындап тұратын, жекеше, көпше болып бөлінбейтін, көбінесе күрделі етістіктің құрамында келетін етістіктің түрі. Жұрнақтары ып, мысалы, барып, келіп, оқып. А, е, и. Мысалы, барар, келе, ойнай. Ғалы, гелі, қалы, келі. Мысалы, барғалы, келгелі. Ғанша, гече, қанша, кенше. Мысалы, барғанша, кеткенше. 5. Майынша, мейлінше. Мысалы, бармайынша, келмейінше. Келесі етістіктің түрі есімше. Есімше түбірі етістік болып, кейде есім сөздің, кейде етістіктің қызметін атқаратын етістіктің ерекше түрі. Жұрнақтары ған, ген, қан, кен. Мысалы, барған, келген. Ар, е, ыр, сы. Мысалы, барар, тыңдар, келмес. Атын, етін, итін, итін. Ушы, ушы. Мысалы, келетін, сөйлейтін, барушы. Мақ, мек, бақ, бек, пақ, бек. Мысалы, бармақ, келмек. Етістіктің тағы бір түрі тұйық етістік. Тұйық етістік зат есімдерше түрленіп, шақпен де, жақпен де байланысты болмай, қимылдың, іс-әрекеттің атын білдіретін етістіктің ерекше бір түрі. Мысалы, оқу, тоқу, соғу, тұйық етістік, ол жұрнағы жалғану арқылы жасалады. Балалар, осыны есте сақтаңдар. Қазіргі тапсырма барысында осы ұғымдар бойынша жұмыс жасайтын боламыз. Бірінші тапсырма. Мәтінді мұқият оқыңдар. Екі дос кісі келе жатып, бір аюға ұшырапты. Бұл екі кісінің біреуі әлсіз, ауру екен. Екіншісі мықты, жас жігіт. Аюды көрген соң, бұл жігіт ауру жолдасын тастап, өзі бір үлкен ағаштың басына шығып кетті дейді. Ауру байғұс ағашқа шығуға дәрмені жоқ, жерге құлады да, созылып, өлген кісі болды да жатты. Естуі бар еді, аю өлген кісіге тимейді деп. Аю бұл жатқан кісінің қасына келіп, иіскелеп тұрды да, дыбысын білінбеген соң тастап жөніне кетті. Мұнан соң манағы жолдасы ағаштан түсіп, ауру жолдасынан сұрапты. Достым, аю құлағыңа не сыбырлап кетті? Ауру жолдасы: аю құлағыма ақыл сыбырлады. Екінші рет тар жерде жолдасын тастап қашатын достармен жолдас болма деді дейді. Мәтінне есімше, көсемше, тұйық етістіктерді ажыратып, теріп жазыңдар. Жарайсыңдар балалар, тапсырманы орындап болсаңдар, өз жауаптарыңды дұрыс жауаппен салыстырыңдар. Есімше: көрген, өлген, жатқан, қашатын. Көсемше: жатып, ұшырапты, шығып, созылып, тастап. Тұйық етістік: естуі, шығу. Сендердің жұмыстарында дәл осындай болды деген ойдамын. Келесі тапсырмаға назар аударыңдар. Кестедегі сөздерден мағал-мәтел құрастырып, есімше, көсемше, тұйық етістіктерді анықтаңдар.
жауаптарыңды дұрыс жауаппен сәйкестендіріңдер. Досың дос болғанға шаттан, дұшпанмен дос болудан сақтан. Құрамындағы болған есімше, болу тұйық етістік. Ерегескен ер болмайды, есептескен дос болмайды. Құрамындағы ерегескен, есептескен есімше, болмай көсемше. Сендердің жауаптарында дәл осындай болды деген ойдамын. Балалар, бүгінгі сабақта біз сұрақтарға мәтіннен деректер келтіріп, дәлелді жауап беру арқылы өз жауабыңызды өзгенің жауабымен салыстырдық. Есімше, көсемше тұйық етістіктерді анықтап, жазылым барысында қолдандық. Балалар, бүгінгі сабаққа бәрің белсенді қатыстыңдар. Сабағымызды қорытындылай келе, 100 соның болғанша 100 досың болсын дегендей, өз достарыңның қадірін біліп, достарына әркез қолдау көрсетіңдер деген сөзбен аяқтаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.